Күлімдеген Коко. Бұл Коко атты үлкен қолтырауын. Коко өте көңілсіз, өйткені оның тісі қатты ауырып тұр. Ух, тісім ай, ауырып барады, деп күрсінеді ол. Коко ауырғаннан айналасына ашуланып қарайды. Тал басындағы кішкентай маймыл одан қорқып, жоғары өрмелеп кетті. Ешкім ашулы қолтырауынмен сөйлескісі келмейді. Коко өзен жағасында жалғыз қалды. Ол өте мұңды. Менімен ешкім ойнағысы келмейді. Бәрі менен қашады деп Коко жылап жіберді. Оның жалғыздығы жанына батады. Кенет Коконың жанына кішкентай әмір дәрігер ұшып келді. Ол өте батыл құс еді. Сәлем, Коко. Мен саған көмектесемін, қорықпа, деді әмір дәрігер мейіріммен. Коко аузын үлкен етіп ашты. Әмір дәрігер оның тістерін мұқият қарап шықты. Міне, таптым. Мына тісіңді құрт жеп қойыпты, өйткені сен оны тазаламағансың, деді ол. Әмір дәрігер Кокоға үлкен тіс щеткасымен пастасын сыйлады. Тісің ауырмасын десең, оны күнде таңертең және кешке жуып тұруың керек деп түсіндірді дәрігер. Коко тістерін мұқият жуа бастады. Ақ көбік жан-жаққа шашырап, Коконың көңілі көтерілді. Бұл оған өте қызықты ойын сияқты көрінді. Көп ұзамай Коконың тісі жазылып кетті. Енді ол мүлдем ашуланбайды. Керісінше жарқыратып күлімдейді. Рахмет саған, әмір дәрігер, деп қуанды Коко. Коко орманға барып қоянды жолықтырды. Сәлем, қоян. Менімен ойнайсың ба? деп сұрады. Қоян Коконың мейірімді күлкісін көріп қуана келісті. Енді Коконың достары өте көп. Ол тиынмен бірге доп ойнап көңіл көтеріп жүр. Коко тістерін күтіп күнде тазалауды ешқашан ұмытпайды.